Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл Айымна рецепт каналы, және мен Айым сіздермен бірге осындай үй жағдайында KFC жасайтын боламыз. Өте дәмді және тойымды жасап көріңіздер. Әрі қаражаттарыңыз қалталарыңызда қалады. Бізге керек өнімдер ең алдымен тауық. Мен 4 тауықтың сан етін алдым. Және терілерін ала отырып, сүйектерінен ажыратып, тек қана еттерін осылай өзіме ыңғайлы көлемде турап алдым. 4-3 етіп, сіздер де солай қалауларыңызша жасауларыңызға болады. Ең алдымен біздер тауықты мариновать ететін боламыз. Мариновкасіне кірісеміз. Мінекей осылай видеода көрсетілгендей етіп тауықты турап шығамыз. Мінекей дайын болған тауығымызға мен жарты қасық құрғақ сарымсақ қостым. Сіздер қалауларыңызша таза да өнім чесноктың өзінің қосуларыңызға болады. Одан кейін бізде жарты қасықтың көлемінде қызыл бұрыш қостым. Одан кейін 1 қасық тұз және де 20 грамм су қосып, осылай қолдарымызбен толықтай тауықтарымызға түгелдей приправаларымыз сіңгенше қолымыздың көмегімен мыжып-мыжып осылай қыса отырып толықтай араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін тауықтарымыздың бетін жауып 1 сағат 20 минут көлемінде қоя тұратын боламыз. Енді кезек тауықтарымыз мариновать етіп жатқанда біздер ұнымызды салып, одан кейін мен 100 грамм ұн, 100 грамм жүгері крахмалын қостым. Және жарты қасық разрыхлитель мен жарты қасық құрғақ сарымсақтың приправасын қосып, осылай толықтай араластырып алдым. Бұл ұндар бізге тауықтарымызды жарить етуге, яғни қоруға керек өнімдер. Құрғақ өнімдерімізді араластырып, үстіне 50 грамм су қоса отырып, осылай видеода көрсеткендегідей қолдарымызбен бізге көріп тұрған видеода көрсетілгендей крошкалар болу керек. Міне дайын болған ұндарымызды осылай ситадан өткіземіз. Бізге ситадан өткізілген ұндарымыз да қажет, және де осындай крошкаларымыз да қажет. Оларды 2 бөлек ыдыстарға салып, және қору процесіне кірісетін боламыз. Міне дайын болған құрғақ және де ұсақтап өткізілген ұнымыз бен крахмалымыздың үстіне кішкене көлеміне қарай су қоса отырып араластырып аламыз. Одан кейін дайын болған тауықтарымызды осылай шпажкаға түйреп отырып тауықтарымызды дайындап аламыз. Мен 3 штуктан салдым. Сіздер қалауларыңызша 3-4 көлеміне байланысты менде осында 8 штук шықты. Мінекей дайын болған тауықтарымызды осылай шпажкаға түйреп алдық. Ендігі кезек жаңа бізге дайындаған осындай сұйықтығымызды тауықтарымызға толықтай ожаудың көмегімен құйып алатын боламыз. Одан кейін біздер жаңа дайындаған крошкаларымызға, соларға тауықтарымызды осылай қолымыздың көмегімен немесе осылай орап отырып крошкаларымызға батырып айналдырып алатын боламыз. Осы уақыт аралығында оттарыңызды жағып, табаларыңызға май құйып, қыздыра беруді ұмытпаңыздар. Әзірге біздер осылай тауықтарымызды, қанаттарымызды айналдырып жатырған уақытта біздің оттағы майымыз қызып тұрады. Мінекей дайын болды. Енді қызып тұрған майымызға қуырып аламыз.
өте тез піседі. Және ең ескеретін нәрсе, отыңыз қатты шығып тұру керек. Жай оттап пісіруге болмайды. Жай оттап пісірсеңіз, тауықтар майдың бәрін өзіне сіңіріп алатын болады. Мінекей қыздар, біздің тауық қанаттарымыз дайын болды. Менде тауық қанаты деп айтып жатырмын, бірақ менде қанат емес, тауықтың таза еттері. Өте керемет, бір жасағаннан дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біреуге заказ бергеннен көрі, үйде өзіңіз ыстықтай, өз қолыңызбен дайындаған тағам әрқашанда дәмді болады. Сондықтан жасап көруге кеңес беремін. Менімен болғандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, видеоны толықтай көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған айым. Келесі видеоларды күтіңіздер. Менде әлі көп видеолар болады каналымда. Сондықтан жіберіп алмаңыздар.